Футбол тарихында сенсациялар аз емес. Жеңіске үміт үзілейін деп қалған командалар күтпеген жерде жеңімпаз атанып әлемді таң қалдыруда. Бүгін біз азуларға лайықты қарсылық көрсете білген Қазақстан құрамасының сенсацияға айналған матчтарына ораламыз. Сербия, Шотландия, Дания және Финляндияны тізе бүктіріп Польшамен тең түскен аяқдопшыларымыздың ойындары бар видео көруге дайынсыз ба? Онда бастайық. Алғашқы сенсация – Қазақстан құрамасының Евро 2008 іріктеу кезеңіндегі тарихи жеңісі. 2007 жылы Алматыдағы орталық стадионда футбол білгірлері үшін күтпеген оқиға болды. Голландиялық маман Арно Пайперстің бапкерлігімен Қазақстан Сербиядан басым түсті. Ребята с нашего двора обыгрывают одну из сильнейших сборных Европы, участницу последнего чемпионата мира. 47-ші минутта Қайрат Әшірбеков есеп ашты, ал небәрі 14 минуттан кейін Нұрбол Жұмасқалиев қарсылас қақпаның кілтін тауып басымдықты еселеді. Сербтер тек Никола Жигичтің голымен жауап қайтарған. Матчтың аяқталуына жақын қалғанда допқа иелік ету бойынша басым болған қонақтар Қазақстанның қақпасына соққыны жаңбырша жаудырды. Алайда Давид Лорияның сейфтері жеңісті сақтап қалды. Бұл Қазақстанның УЕФА аясындағы алғашқы ресми жеңісі. Сербия бапкері Хавьер Клементе қарсыластың жеңімпаз атануға лайық өнер көрсеткенін мойындады. Ал Қазақстан құрамасының капитаны Нұрбол Жұмасқалиев командалық рухтың арқасында басым болдық деді. Рахмет Қазақстан құрамасы, бұл ұлыстың ұлы күніне жасалған үлкен сый болды. 2016 жылы Қазақстан құрамасы Астана Аренада сенсация жасады. Бұл 2018 жылғы әлем чемпионатына іріктеу сыны аясында Польшаға қарсы өткен матчта керемет камбэк еді. 0-2 есебімен аяқталған бірінші таймнан кейін жеңіске жету мүмкін емес сияқты көрінді, бірақ ойынның екінші жартысында Талғат Байсуфиновтың шәкірттері баршаны таң қалдырды. Хижниченко 7 минут ішінде қарсылас қақпаға 2 допты оғытып есепті теңестірді. Поляктар мұндай қарсылық күтпеген еді. Тартысқа толы болған ойын 2-2 есебімен тең аяқталды. Ал беделді британдық The Guardian басылымы бұл матчты қыркүйек айының ең қызықты ойындары тізіміне қосты. Ал енді Қазақстанның Шотландия құрамасын ойсырата ұтқанын еске түсірейік. 2019 жыл. Наурыздың 21 жұлдызы. Астана Арена стадионы. Евро 2020 чемпионатына іріктеу матчы. Жанкүйерлер ұлттық құраманы қолдап жатыр. Михаил Белек шәкірттеріне нұсқауын беруде және ол дегеніне жетті. 10 минут өтпей жатып есеп 2-0. Юрий Перцух пен Ян Вараговскийдің соққан голдары қонақтарды әбден әбігерге салды. Ал кездесудің екінші жартысында Бахтияр Зайнутдинов қарсылас қақпаға 3-ші гол соғып, ойынға нүкте қойды. Бұл Қазақстан құрамасының соңғы жылдардағы ең ірі жеңістерінің бірі еді. Енді Магомед Адиев құрама тізгінін ұстаған кезде болған сенсация. 2023 жылы Евро 2024 додасын іріктеу сыны аясында өткен Данияға қарсы ойын Қазақстан футбол тарихындағы ең керемет камбэктердің камбэгі болды. Бірінші таймнан кейін есеп 0-2 Каспер Юльман шәкірттерінің пайдасына шешілген еді. 72-ші минутта Бахтияр Зайнутдинов 11 метрлік айып добын соқты. Ал 86-ші минутта Асхат Тағыберген алыстан әдемі дәл соққы жасап есепті теңестірді. Алайда қонақтардың қорқынышты түсі осымен аяқталмай шындыққа айналды. 89-ші минутта Абат Айымбетов жеңіс голын соқты. Фантастикалық матч. Және Евро 2024 додасын іріктеу сынында ауыз толтырып айтатын тағы бір жеңістердің бірі Финляндияға қарсы сырт алаңдағы матч. Кездесудің 28-ші минутында жартылай қорғаушы Роберт Тейлор айып добын сәтті орындап командасын алға шығарды. Дегенмен Қазақстан аяқдопшылары тамаша ойын, бірлік пен мінез көрсете білді. 77-ші минутта Бахтияр Зайнутдинов 11 метрлік айып добын соғып таразы басын теңестірді. Ал ойынның соңғы минутында дубль жасап Қазақстанға 3 ұпай сыйлады.
Осы ойыннан кейін Зайнутдинов ұлттық құраманың үздік сұрмергендер тізімінде бірінші орынға шықты. Қазақстан құрамасы ешкімнен қорықпайтын, жеңісті жатырқамайтын, керек десеңіз жұлып алатын команда екенін дәлелдеді. Бұл жеңістер футболда мүмкін емес нәрсе жоқ екенін тағы да көрсетті. Келісесіз бе? Ал сізге қай матч ерекше әсер қалдырды? Пікір жазыңыз, лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.